Сәлеметсіздер ме, құрметті қазылар алқасы? Мен Алматы облысы Іле ауданы Көкқайнар ауылы номер 29 орта мектептің 8 сынып оқушысы Нұрман Балнұр. Бала тәрбиесі бесіктен, ал болашақ бірліктен басталады дейді дана халқымыз. Осы даналық сөзді негізге ала отырып, мен сіздердің назарларыңызға ауыл университеті, мектеп, ата-ана, оқушы серіктестігі атты жобамды ұсынамын. Бұл жоба ауыл мектебінің тек білім беретін орын ғана емес, бүкіл қоғамды біріктіретін рухани және әлеуметтік орталық екенін көрсететін маңызды бастама. Қазіргі таңда бала тәрбиесі мен сапалы білім беру тек мектептің ғана емес, ата-ана мен қоғамның да ортақ міндеті. Сондықтан мектеп, ата-ана, оқушылардың өзін-өзі басқару ұйымы арасында тиімді ынтымақтастық орнату уақыт талабы. Жобаның басты мақсаты осы үш бағытты бір арнаға тоғыстырып, ауылдың әлеуметтік өміріне оң өзгеріс енгізу. Жоба аясында ата-ана университеті ұйымдастырылып, ата-аналарға бала тәрбиесі, психологиялық қолдау, қауіпсіздік және кәсіби бағдар тақырыптарында семинарлар өткізіледі. Сонымен қатар, оқушылардың өзін-өзі басқару ұйымы ата-аналармен бірлесе таза ауыл экологиялық акциясын, қарттарға көмек көрсету, қайырымдылық жасау шараларын жүзеге асырады. Бұл жобаның жаңашылдығы дәстүрлі ата-ана жиналысын нақты іске, нақты нәтижеге бағытталған әлеуметтік серіктестікке айналдыруында. Яғни біз сөзбен емес, іспен дәлелдейміз. Бірге ағаш отырғызамыз, бірге көмек көрсетеміз, бірге ауылдың дамуына үлес қосамыз. Осы арқылы оқушылардың көшбасшылық қабілеті дамып, ата-аналардың мектепке деген сенім артады, ал ауыл қоғамында бірлік пен жанашырлық күшейеді. Менің ойымша, мықты мектеп мықты отбасыдан, ал мықты қоғам ынтымақтан қалыптасады. Сондықтан ауыл университеті бұл жай ғана жоба емес, ауыл болашағына салынған инвестиция, ұрпақ тәрбиесіне бағытталған нақты қадам. Бүгінгі бірлескен әрекет ертеңгі жарқын болашақтың кепілі. Құрметті қазылар алқасы, бұл жай ғана жоспар емес, ауыл баласының болашағына бағытталған нақты қадам. Мектеп пен ата-ана біріккен жерде сенім туады, сенім бар жерде нәтиже болады, ал нәтиже бар жерде жарқын болашақ қалыптасады. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.